Сәлем баршаңызға, ақылдарыңыз қалай? Бүгін дәл қазір мен сіздерге өмірімді өзгерткен 3 әдетпен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін толығырақ қараңыз. Пайдалы ақпарат өміріңізге аласыз деп сенемін. Ал кеттік ендеше бастайық. Менің есімім Тоғжан. Енді алдағы уақытта YouTube-қа пайдалы осындай контенттерді түсіргім келеді деп шешіп отырмын. Дәл қазір өміріме әсер еткен, өмірімді жақсы жаққа өзгерткен 3 әдетімен сіздермен бөліскім келеді. Бірінші, бұл менің өміріме қатты әсер еткен нәрсе қабылдау. Яғни әлемге деген көзқарасыңды өзгерту. Егер де сенде менің өмірімде мынандай нәрселер болатын. Көп нәрсеге бірдеңе жасауыма пәленше кінәлі, анау кінәлі, мынау кінәлі деген нәрсе менде көп болатын. Одан бөлек жаңағыдай бірдеңе істейтін кезде анау бұндай болғанда мен бүйтуші едім ғой деген нәрсені арқасында қабылдамай жүрген кезімде өмірім басқаша болатында. Ал когда уже ешкім ештеңеге кінәлі емес, мен ғана осы өмірімді қалай сүргім келеді, солай сүремін деп өзіме жауапкершілікті қабылдап, жаңағыдай әлемдегі ситуациялар өзгермейтінін, ол мен бар болсам да, мен жоқ болсам да бұл әлемде тура солай жалғасатынын түсінген кезде, қабылдаған кезде менің өмірім жақсы жаққа өзгерді. Мен осылай жасамағаныма, менің ақша таппағаныма, немесе мен үйде просто отырғаныма ешкім кінәлі емес, бұл менің өзімнің таңдауым деп мен оны қабылдаған болатынмын. Содан бері наоборот жақсы нәрселерге ұмтылып, осыны жасап тастауға, мынаны істеп тастауға, жаңағыдай товар сатуға деген желанием ашылып деген сияқты өзімнің брендімді қалыптастыруға кішкене менде құштарлықтар ашыла бастады, когда жауапкершілікті өзіме артқан кезде, яғни ешкімді, әлемді, ситуацияны, адамды кінәламаған кезде, наоборот ол жерде болып жатқан ситуацияларды, адамның мінезі осындай екенін қабылдаған кезде, немесе жаңағыдай әртүрлі өмірде болатын ситуацияларды өзгерте алмайтынына көзім жеткеннен кейін оны қабылдап бастадым. Және де көзқарасымды оған деген өзгерттім. Например, даладағы жаман погода болып тұрса, например, жаңбыр қатты құйып тұрса, жаңбырдың жаумағанын қаласам, мен оны өзгерте алмаймын. Ол біздің қолымызда емес, біз жай ғана пендеміз, сондықтан да бұл ситуацияны жай ғана қабылдаймын. Жаңбыр жауып тұр, и мен мақсатымды, жаңағыдай бүгінгі жоспарымды өзгертпеймін, барам деген жеріме барам, все деген сияқты шешім қабылдаймын. Көбінесе біздің бұл нәрселердің барлығы шешім қабылдауға алып келеді. Көп адам бізде шешім қабылдай алмағандықтан, нақты осы нәрсені жасаймын деп айта алмағандықтан, не мясо, не рыба болмай, екеуінің ортасында я де алмай, жоқ де алмай жасаймын, бірақ ертең сәтті күн туғанда, күн шыққанда жүгіремін, немесе осы тұрақты жұмысымнан шығып кеткен кезде бар бизнесмен айналысамын деген сияқты сылтауларды айтып жүре береді екен. Ал егер нақты все мен осылай шештім, осылай жасаймын деп шештім, өзіме жауапкершілікті аламын деп шештім деген кезде өмір бәрібір басқаша арнаға қарай бұрылады. Сондықтан да сіздерге бірінші менің өмірімді өзгерткен нәрсе әлемдегі болып жатқан ситуациялардың барлығын қабылдап, көзқарасыңды өзгерту. Яғни жаңбыр жауып тұрса, все, ештеңе болмайды деймін де, көзқарасымды өзгертемін де, дальше жұмысымды жасап кете беремін деген сияқты көзқарасты өзгерту. Екінші өзгерткен нәрсе бұл менде жаңағыдай өміріме анализ жасау. Яғни сіздер өмірлеріңізді сүріп жатырсыздар, бір темпте жұмысқа барасыз, келесіз, үйдегі бала-шаға, үй жинау, тамақ істеу, анамна күнде өтіп жатқан өмір, бір нәрсе өзгерткіңіз келеді, бірақ не нәрсе екенін білмейсіз. Тіпті анализ жасамайсыз, қалай өзгерткім келеді, жақсы-жақсыға өзгерткіміз келеді ғой бәріміз. Бірақ нақты қалай өзгерткіңіз келеді, неге жеткіңіз келеді, қандай өмірді сүргіңіз келеді деген сияқты нәрселерге анализ жасамайсыз. Қалай мен бұл өмірімді жақсырақ өмір сүргізе аламын, немесе қалай мен мысалы мен таңертең 8-де уже жұмысқа шығып кетуім керек болса, мен өзіме кешкі 6-ға дейін жұмыста боламын, өзіме мүлдем уақыт арнай алмай қалады екенмін. Онда мен қалай бұны дұрыс жүйелесем болады, қалай жүйелеп өзіме де уақыт арнап, өзімнің де көңіл күйімді жақсартып, былайша айтқанда, өмірімнің сапасын да жақсарта аламын деген сияқты сұрақтар қою арқылы өміріңізге анализ жасай аласыз. И өмірімді, например, сағат 8-де бастап мен жұмысқа кететін болсам, таңғы 5-те тұратын болсам, 6-ға дейін мен жаттығуымды жасаймын, суымды ішемін, витаминімді ішемін, бір бет кітап оқимын да пайдалы мақсаттарымды жазып шығамын, и соған қарай әрекет етіп бастаймын деген сияқты нәрселерді жазу арқылы өміріңізді жақсы жаққа өзгерте аласыз және сапасын көтере аласыз. Солай өміріңізді жаңағыдай до и после деген сияқты осы анализ жасағанға дейінгі
өміріңізбен қазіргі сүріп жатқан өміріңізді салыстырып тағы да нені жақсарта аламын деген сияқты анализ жасау арқылы өміріңіздің сапасын жақсарта аласыз. Үшінші нәрсе, бұл жасап жатқан нәрсенің барлығы біздің таңдау. Сүріп жатқан өмірімізде бұл таңдау екенін түсінген кезде сіздің өміріңіз жаңағыдай жеңілдей түседі. Яғни өзіңіз бұл нәрселердің барлығы таңдау. Қазір мен жұмысқа бара аламын, немесе бара алмаймын. Немесе таңда ерте тұрамын да жаттығу жасап тастай аламын, немесе жасамаймын деген нәрсенің барлығы таңдау. Қазір рискқа барып мен осы нәрсені бизнесті бастап кетем. Қазір басында кішкене қиналуы мүмкін, бірақ бір жүйеге қойып алғаннан кейін мен бұл нәрсе менде бір тұрақты табыс алып келеді, немесе бір жақсы брендімді қалыптастырамын деген сияқты нәрселерді өзіңізбен сөйлесу арқылы сіз жасай аласыз. Көбінесе біз сырт жақтағы шумный, давай жасап ал, бала туып алсайшы, ана екеуің арасы 3 жас болып кетті ғой, немесе жаңада жұмысқа кіріп алсайшы, жүре бересің ба осылай, что-то бизнес атпай жатқан сияқты, или болмаса найымда жүре бересің, таңнан кешке дейін жұмыс, өзіңе вообще уақыт арналмайсың, шығып кет та бір бизнес бастасайшы деген сияқты нәрселермен еріп біз басқалардың айтуымен өмір сүреміз де, ал бірақ біздің ішкі жан дүниеміз нені қалайды, біздің миымыз қалай өмір сүргісі келеді, ішкі жан дүниемізбен, өзімізбен мүлдем тілдеспейміз да, барынша басқа адамдарға барлығын айтуға, барлығын соларға анализ жасатуға тырысамызшы. Сіздің өміріңізді өз қолыңызға алып, өзіңізді естіп, мен не қалаймын шынында, мен 10 жылдан кейін қандай боламын, қандай өмірді маған сүру керек, мен өзім қалай өмір сүргенді қалаймын деген сияқты нақты шешімдерді өзіңізге қабылдатып, өзіңізді тыңдап үйрену керек. Осы 3 әдет менің өмірімді жақсы нәрсеге қарай, жақсы жаққа қарай сапасын көтерді, әрі өзгертті, әлі де өзгертіп жатыр. Соның арқасында мен қазір өзім бизнесімді бастадым, офлайн точка аштым, Аллахқа шүкір. Қазіргі таңда Каспиймен айналысып жатырмын. Бұл да бір үлкен жауапкершілік, себебі просто келіп жасап кету, екінің бір бизнес жасау деген нәрсе құлағымызға бір жеңіл естілгенімен, оның барлығы кәдімгідей поэтапты жұмыс. Белгілі бір жетістікке жетемін десең, кішкентай күнделікті шаг жасап отырып жетістікке жетуге болады. Бастысы сенің Б точкаңды көре алуың. Яғни дәл қазір сен А точкада тұрсаң, Б точкаң қандай болу керектігін көре алатын болсаң, соған қарай ештеңеге бүйтіп жалтақтамай, соған қарай ғана бет ала аласың, және де сенің қолыңнан келеді. Егер де осы менің өмірімді өзгерткен әдеттер саған да пайдалы болатын болса, керек досыңа жіберіп қой, жақсы комментарий қалдыр, подписаться етіп қойсаң өте қатты қуаныштымын. Қазіргі таңда мен енді ютубты қолға алып жатқандықтан көп нәрсені біле бермеймін, бірақ барынша пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыруға тырысамын. Сендермен болған Тоғжан.